Күйеуі әйелін бөлек отырып тамақ ішуге мәжбүрлейтін. Оған сенің семіз түрің тәбетімді қайтарады дейтін. Бірақ бір күні бәрі күрт өзгерді. Үстелде қарапайым ғана ас тұрды. Бір табақ борщ, бірнеше тілім нан, пиязбен бірге шұңғылдаған майшабақ. Ол кеш көптеген басқа кештерден еш айырмашылығы жоқ еді. Үйде тыныштық, көрші бөлмеде теледидардың дауысы ғана гүжілдеп тұрды. Бірақ күйеуінің сөзі оның жанын дәл сол сәтте 100 қонақтың алдында айтылғандай ауыр тіліп өтті. Тағы да осындасың ба? Ол қабағын түйіп, әйелінің өз табағын қасына қойғанын көрді. Саған айттым ғой, бөлек же, сенің шайнағаныңды көргім келмейді. Семізсің, күтімсізсің, тәбетім қашады. Әйелі сілейіп қалды. Біреу қатты соққандай. Қолы дірілдеп, қасық табақтың жиегіне соғылып сыңғыр етті. Көзіне жас үйірілді, бірақ жылауға өзін жібермеді. Үнсіз орнынан тұрып, табағын қолына алып, асүйге беттеді. Сол жерде ескі түс қағаз бен сыз иісі арасында кішкентай табуреткаға отырып тамағын жеді. Іші қатты қысып бара жатқанын сезіп. Бұл әр кеште қайталанатын. Ол қасына отырса, күйеуі итеріп шығаратын. Әйелі үнсіз қалуға тырысатын, кейін ақталатын. Мен тырысып жүрмін, 3 келі тастадым, өзімді ұстап жүрмін ғой, дейтін, бірақ оған түк мұздай күлкі естілетін. Кейде ол үстемелеп айтатын, айнаға қарашы, сен сияқтыны кімге керек дейсің? Әлі де осы үйде ұстап отырғаныма шүкірлік ет. Бұл сөздер оның жанын өрттей күйдірді. Ол күйеуі теледидар көріп отырғанда жасырын тамақ жей бастады. Бос қарынды басу үшін бір тілім нан алып, көз жасын балалар естімесін деп үнсіз жылайтын. Жаңа киім алуды да қойды. Неге алсын? Ол бәрібір көйлегін қапсық сияқты салбырап тұр. Немесе ішіңе тар деп айтар еді. Әйелі ескі бөлдемшемен жүрді. Иығы салбырап, өз-өзін кішірейтіп көзге түспеуге тырысқандай. Түнде ұйықтай алмай жататын. Бір кездері оны сүйген адамның қазір жауын көргендей, өшпенділікпен қарайтынын ойлайтын. Бұрын ол оның шашын сипап жұмыстан алма келіп, сен ең әдемісің дейтін. Солардың бәрі қайда жоғалды? Қай сәтте махаббат жек көруге айналды? Балалары араласудан қашқақтайтын. Қызы асығыс қана тамағын ішіп бөлмесіне кіріп кететін. Ұлы телефонына үңіліп отыра беретін. Олар үйреніп кетті. Олардың үшін ас үйдегі ана күнделікті көрініске айналды. Бірақ бір күні бәрі өзгерді. Сол кеште ол тағы да әдеттегіде сөзін айтты. Әйелі табақ қолына алып ас үйге беттеді. Бірақ дәл босағада тоқтап қалды. Одан кейін болған жағдай күйеуінің өзінде есеңгіретіп тастады. Ол кештегі оқиға тек бастамасы еді. Әйел қолындағы табақты ұстап тұрып, жылдар бойы көрген қорлықтан кейін бірінші рет ас үйге қарай қадам басты. Күйеуіне тік қарады. Көзіндегі жас енді әлсіздіктің емес, қайсарлықтың жасы болатын. Әрі ол жай ғана сыбырлап айтты. Жетеді. Күйеуі күліп жіберді. Мұны бір сәттік ашу деп ойлады. Бірақ әйелдің жанарында бұрын-соңды болмаған бір күш пайда болды. Сол күннен бастап ол өмірін өзгертуді бастады. Алдымен жасырын түрде. Таңертең күйеуі әлі ұйықтап жатқанда далаға шығып, ауылдың сыртындағы соқпақ жолмен жүретін. Салқын ауаны терең жұтып, жылдам жүріп, кейде жүгіріп те кететін. Жылдар бойы ауырлық болып келген денесі ояна бастағанын сезді. Киім шкафтан жас кезіндегі ескі көйлектерін алып шықты. Киіп көрді. Тар болып тұрса да ішінен сыбырлап, бір күні маған қайта қысып тұрады деді. Қатты диетасыз-ақ сабырмен ақ нанды көкөніске, тәттіні жеміске ауыстырды. Кешке нанды тығылып жемей, бір шыны аяқ шай ішетін болды. Алғашқы тастаған килограммдарды күйеуі емес қызы байқады. Бір күні таңертең бөлмеге кіріп, анашым белің шығып қалыпты деп қуана айқайлады. Екеуі бірге күліп жіберді. Әйелдің жүрегінде көптен бері жоғалып кеткен қуаныштың оты қайта маздады. Күйеуі болса баяғысынша мазақ қылды. Босқа арықтап жүрсің, бәрібір көріксізсің, дейтін.
Бірақ енді оның сөздері бұрынғыдай жанын жаралай алмады. Кешке ол теледидар алдында отырған кезде әйелі серуенге шығатын, оны өзінің уымен жалғыз қалдыратын. Айлар өтті. Айнадан бұрынғы еңсесі түскен әйелді емес, бет әлпеті айқындала түскен, көзі жарқыраған жаңа бейнені көре бастады. Жас кезіндегі көйлегін қайта киген сәтте көзіне жас келді. Бұл жолы мұңнан емес, азаттықтан туған жас еді. Сол кезде түсінді, әр күн сайын жанын жаралайтын адаммен бірге өмір сүрудің еш мәні жоқ. Бір күні таңертең киімдерін бірнеше рет суретті құжаттарын жинап кетіп қалды. Айғай-шу, ұрыс-керіссіз есікті жай ғана жапты да қайтып келмеді. Алғашында ол күлді, бәрібір қайтып келеді, барар жері жоқ деді. Бірақ күндер апталар айларға ұласты. Әйел қаладағы шағын наубайханада жұмысқа тұрды. Онда адамдар оған басқаша қарады. Құрметпен, мейіріммен, ол жаңа піскен нан әзірлейтін, пісіп шыққан тоқаштарды ваниль мен даршынның иісі аңқып тұратын. Клиенттер оған неткен еңбекқор әрі әдемі әйелсің дейтін. Әйел гүлденіп жатқанда ол солып бара жатты. Бір күні көшеде әйелін көріп әрең таныды. Үстінде жаңа көйлек, шашы сәнді жиналған, тік жүріп келе жатыр. Қасында күлімсіреген балалары бар. «Мария», деді ол дірілдеген дауыспен, «үйге қайтшы, өтінемін». Әйел тоқтады, көз тастады. Бірақ көзінде бұрынғы қорқыныш жоқ еді. Тек салқын сабыр. «Үйме, сенің қасыңда енді ешқандай үй жоқ. Мен өз өмірімді таптым». Ол болса тротуарда қолдары салбырап шарасыз қалды. Жылдар өтті. Әйел бақытты өмір сүрді, еңбек етті, немерелерін сүйді, қайта ғашық болды. Бұл жолы «сен сұлусың» деген сөзді жүректен айта білетін ер адамға. Ал ол әлі тырысып жүр. Гүл жібереді, хат жазып, қоңырау шалады. Барлығына «мен асыл қазынамды жоғалттым» деп айтады. Жексенбі сайын оның наубайхананың алдында күтіп тұрғанын көруге болады. Бірақ әйел оны бөтен адамдай ғана жанынан өтіп кетеді. Себебі ол бір нәрсені түсінді. Абырой мен өзін сүю қорлықтың кез келген шынжырынан мықты. Ал бір рет қайтарып алған соң адам енді қайтадан сындырылған жерге бармайды. Ол әлі де оны күтеді. Бірақ әйел ұшуды үйреніп кеткен.